Тисплуда демалуға қанша ақша керек? Видео соңында айтамын. Тисплуға келдік! Ура! Билетті агентство арқылы 3 ересек адамға 2 балаға 39.100 теңгеге алдық. Ол Тисплу қала сыртында орналасқандықтан 2,5 теңгеге такси шақырдық. Ол жаққа бармастан бұрын 7.000 теңгеге өзіміз тамақтанып алдық. Бірақ ол парктың ішінде барлығы бар. Парктың ішінде осындай көл бар, осымен айналып, жатып алып демалуға болады, және аттракциондар өте керемет. Телефон ұстауға рұқсат берілмейді, бірақ каким-то образом телефон ұстап, осы аттракционды видеоға түсіруге мүмкіндік туды менде. Тамақтардың барлығы қымбат, 0,30 школа дегеніңіз 1000 теңге тұрады, пиццаның бір бөлігі 1500 теңге тұрады, а бүтін пиццалар 7,5 теңгеден басталады. Ішінде осындай ертегілер әлемі бар, кішкентай балаларға өте таптырмайтын жер. Сонымен қатар одан да бөлек аттракциондар бар. Біз тамақты біршама уақыт іздедік, өзіміз донерге тапсырыс бердік, барлығы 13.700 теңгеге шықты. Үйге қайтуға салон таксиді 2000-ға шақырдық. Есептеген кезде бір күнге Тисплуда осы балалармен демалуға 63.800 теңге кеткен екен. Арзан ба, қымбат па?